Birinchi sabaq жасанды интеллекттің негізгі түсініктері. Жасанды интеллект, Artificial Intelligence бұл әдетте адамның интеллектуалды қабілетін қажет ететін тапсырмаларды орындауға қабілетті бағдарламалар мен жүйелерді құрумен айналысатын технологиялық құрал. Жасанды интеллект оқытуды, логиканы, жоспарлауды, сөйлеуді тануды, қабылдауды, тағы басқа қоса алғанда есептерді шешуді имитациялауға және талдауға тырысады. Жасанды интеллект жұмыста қолдану көптеген салаларды қамтиды. Мұнда бірнеше мысалдар келтіреміз. Күнделікті тапсырмаларды автоматтандыру, хат жазуға мысалы Llama 2, Claude, Board, GPT-4, 5, күнделікті қолданып жүрген Gemini деген сияқты жасанды интеллект модельдерін жатқыза аламыз. Соның ішінде электрондық поштаны жазуды жасай алады, түрлі тапсырмаларды орындай алады. Бұл стандартты жауаптар алғыс хаттар немесе тағы басқалар жасау үшін пайдалы бола алады. Есеп беруді қолдануға болады. Есеп беруде жасанды интеллект деректерді талдау, есеп беру процесін автоматтандыру үшін пайдалануы мүмкін. Бизнес жоспарлауды және талдауда қолдануға болады. Бизнес жоспарларды әзірлеуде жасанды интеллект бизнес жоспарларды құруға, нарықтағы бизнес жоспарларды талдауға және қолда бар деректер негізінде трендтерді болжауға көмектеседі. Қаржылық талдау. Жасанды интеллект жүйелерді, қаржылық деректерді талдау және инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін пайдалануға болады. Байланыс және клиенттерге қызмет көрсету. Чат-боттар. Жасанды интеллект тұтынушылардың сұрақтарына жауап бере алатын және ақпарат бере алатын чат-боттарды құру үшін пайдалануы мүмкін. Жеке маркетингте жасанды интеллект жүйелері жеке ұсыныстар беру үшін тұтынушы деректерін талдай алады деген сияқты көптеген тапсырмалар орындай алады. Медициналық диагностикада қолданылады. Ол қалай қолданылады? Жасанды интеллект ауруларды анықтау мақсатында суреттер және кескіндерді талдау үшін пайдалануға болады. Ауруларды болжауда қолданылады. Жасанды интеллект медициналық деректерді талдау және ықтимал ауруларды болжау үшін пайдаланылады. Жекелендірілген оқыту. Жасанды интеллект жүйелері студенттің білім деңгейіне сәйкес жекелендірілген оқу материалдары мен тапсырмаларды ұсына алады. Жасанды интеллект әртүрлі салаларда жұмыс істеудің әртүрлі аспектілерін автоматтандыру және автоматтандыру үшін үлкен мүмкіндіктерді ұсынады. Алайда жасанды интеллект қолданған кезде ықтимал проблемаларды болдырмау үшін этикалық және қауіпсіз тәжірибелерді ескеру қажет. Жасанды интеллект қалай жұмыс істейді? Жасанды интеллект алгоритмдері. Жасанды интеллект алгоритмдері белгілі бір мәселені шешу немесе белгілі бір мақсатқа жету үшін орындалатын қадамдар немесе нұсқаулардың тізбегі. Жалпы контекст негізінде жұмыс жасайды. Алгоритмдер деректерді өңдеуде, шешімді қабылдауды және модельдерді оқытуда шешуші рөл атқарады. Жалпы машиналық оқыту алгоритмдері. Қадағалау бойынша оқыту. Бұл алгоритмдер белгіленген мәліметтер негізінде оқытылады. Мұнда әрбір кіріс мысалына дұрыс жауап беріледі. Мысалы, анықтамалық векторлық әдісі, Stafford Vector Machines, немесе сызықтық регрессия. Қараусыз оқыту. Алгоритмдермен анықталмаған мәліметтерден оқытылады және олардың міндеті мәліметтердегі құрылымдар мен заңдылықтарды анықтау. Мысалдарға кластерлеу және негізгі компонент әдісі жатады. Енді жетілдірілген оқыту. Жалпы бос санаттағы алгоритмдер қоршаған ортамен өзара әрекеттесу арқылы үйренеді және айыппұл түрінде кері байланыс алады. Бір-бірімен кері байланыс алып отырады. Мысалдарға терең күшейтілген оқыту алгоритмдер жатады. Терең оқыту алгоритмдері жасанды нейрондық желілер, жасанды нейрондар мен қабаттарды қолдана отырып, адам миының құрылымы мен қызметін модельдейді. Яғни, мысалдарға кескінді өңдеуге арналған конволюциялық нейронды желілер және дәйекті деректермен жұмыс істеу үшін қайталанатын нейрондық желілер жатады. Табиғи тілді өңдеу алгоритмдері. Машиналық аударма әдістері. Компьютерлерге мәтінді бір тілден екінші тілге аудару мүмкіндік беретін алгоритмдер осы
алгоритмдер жатады. Яғни мәтінді жіктеу алгоритмдері мәтіндердің санатын немесе эмоционалды тонусын анықтау үшін қолданылады. Ақпаратты алу, атаулар, күндер немесе негізгі фактілер сияқты мәтіннен белгілі бір ақпаратты алуға бағытталған алгоритмдер. Кластеру алгоритмдері. Жалпы кластерлеу алгоритмдері ұқсас объектілерді немесе деректерді кластерлерге топтау үшін қолданылады. Мысалы, К орташа алгоритмі немесе иерархиялық кластерлеу алгоритмдері жатады. Оңтайландыру алгоритмдері жалпы оқу тапсырмаларындағы параметрлердің оңтайлы мәндерін табу үшін қолданылады. Мысалы, градиентті түсіру. Бұл алгоритмдер жасанды интеллектте қолданылатын әртүрлі әдістердің аз ғана бөлігі болып табылады. Белгілі бір алгоритмді таңдау тапсырмасының сипаттамаларына, деректер түріне және қажетті нәтижелерге байланысты болады. Жалпы жасанды интеллекттің болашағы қандай? Жасанды интеллект әртүрлі салаларда жұмыс істеудің әртүрлі аспектілерін автоматтандыру және түрлі мүмкіндіктерді ұсынып отыр. Алайда жасанды интеллект қолданған кезде ықтимал проблемаларды болдырмау үшін этикалық және қауіпсіз тәжірибелерді ескеру қажет. Назарларыңызға рахмет.